Сәлем достар, бұл HTML курсының 5-ші сабағы. Алдыңғы тақырыпта біз кесте туралы үйрендік, ал бүгінгі тақырыпта біз блоктар туралы үйренеміз. Блоктардың қандай түрлері бар және жол элементтері туралы үйренеміз. Одан кейін комментарий қалай жасауға болатынын түсіндіріп кетемін. Блоктар деп отқанымыз не ол? Бірінші қазір мысал ретінде көрсетемін сіздерге. Сайтымыздың парақшасын ашайық, жасап жүрген index.html. Біз алдында кесте жасадық, оны өшіріп тастаймыз. Оның бізге қазір керегі жоқ. Мысал ретінде біз қазір Google сайтын ашайық. Google'дың үстіңгі жағында мына элементтер тұр, олар header деп айтылады. Шапкасы, үстіңгі деректемесі, одан кейін ортаңғы элементтер content, ал астыңғы элементтер footer болып саналады. Footer подвал, қазақша төменгі деректемелер. HTML5-те осылардың мағынасын белгілеу үшін арнайы тегтер жасаған. Жалпы бұлар блоктар болып саналады. Ал енді осыны тегтер күйінде көрсетейін. Міне, оның біреуі header тегі. Бұл сайттың шапкасы деп жазайық. Одан кейін ішіндегі контент, оны sectionмен бөлейік. Сосын соңына footer салайық. Ол төменгі подвал. Ортасында бірнеше материалдар болсын, мысалға, оларды артиклмен белгілейді. H3 деп тақырыбын жазып кетейік. Ал ішіндегі ақпараттарын div-ке салайық. Ол да бір блоктың элементі болып саналады. Div-ті стильмен өзгертуге болады түрлерін. CSS стильмен өзгертуге болады. Ал материалдар бізде бірнеше рет болуы мүмкін. Бірнеше рет көшіре салайық. Міне. Үстіңгі жағында бұл сайттың шапкасы тұр. Басты жаңалықтардың бірі, одан кейін оның сипаттамасы, қайттан басты жаңалықтардың бірі, сипаттамасы, қайттан да дәл солар. Бұлар HTML5-тің блоктық элементтері болып саналады. Оның семантикалық мағыналары бар. Header ол шапкасы деген мағынаны білдіреді, жоғарғы деректеме. Одан кейін section белгілі бір секцияға арналып жасалатын нәрсе. Article ол бір материалды айтады. Оның ішінде материал тұру керек. Footer ол подвалы, төменгі деректемесі. Тағы бір тег бар. Aside деген. Бұл қапталындағы сайдбарлары осында салынады деп айтсақ болады. Сақтадым. Бәрі неге бір жерде орналасқан? Өйткені оның әрбір жерде орналастыру үшін сайдбар сол жағына кету үшін, ал мына ортаңғы жақтарына кету үшін, араларын ашу үшін, футерді төменгі жағына жіберу үшін, оның бәріне CSS стиль қосу керек. Бірақ ол кейінгі сабақтарда үйренеміз. Әзірге семантикалық мағыналарын түсініп алыңыздар. Жол элементтері. Жол элементтерінің басты бір тегі ол спам болып саналады. Бұл да браузерге ешқандай өзгеріс қазір көрсетпейді, өйткені оны да CSS стилімен өзгерту керек. Оны да кейінгі сабақтарда түсіне жатарсыздар. Жалпы span дегеніміз алдында есіңізде болса, B тегі, I тегі, U тегі. Бұл тегтерді spanның жақын тумалары деп айтсақ та болады. Өйткені бұлардың бәрі жолдың ішінде салынатын элементтер. Орнына қайтып қояйық. Ал article, div, section, aside, header, footer олардың барлығы блоктық элементтер болған соң, олардың да тумалары алдыңдағы салып кеткен параграф тегі де жатады. Комментарий. Қалай кодта комментарий салып кетуге болады? Ол үшін мысалға мына жер header деп белгілегіміз келеді, басқа разработчиктерге білу үшін, я болмаса өзімізге кейін кодымызды түсіну үшін комментарий қалдырып кететін болсақ, ол үшін үлкен кіші таңбасынан бастаймыз. Одан кейін леп белгісі, екі сызықша,
Ал жабу үшін екі сызықша үлкен кіші таңбасын кейін қарай саламыз. Ал ішіне кез келген мәтінді жаза береміз. Бұл сайттың жоғарғы деректемесі. Осы комментарийлерді тағы көшіріп басқа жерлерге де сала беруге болады. Бұл сайттың контенті. Сосында комментарийдің ішінде жазылған кез келген тегтер, олар тег болып саналмайды, олар комментарийдің ішіне кіріп кетеді. Браузер оны қабылдамай тастайды. Мысалға, артиклдің біреуін алып тастайық. Мына жерден бастаймыз. Ал мына жерден аяқтайық комментарий белгісімен. Мына жерде мен үлкен кіші таңбасын салдымда, леп белгісі екі сызықша салдым. Одан кейін жабу үшін оны екі сызықша үлкен кіші таңбасымен жаптым. Ал ішіндегі элемент Sublime Text редакторы көрсетіп тұр, оны серый мәтінмен. Неге? Өйткені оның ішіндегі элементтердің бәрі маңызды емес, комментарий болып саналып кетті. Енді браузер оны қалай қабылдап тұр көрсетейін. Міне мен жаңарттым парақшаны, ол жоқ болып кетті. Неге? Өйткені ол комментарий, ол элементті браузер қабылдамайды. Осылай мен 5-ші сабағымды аяқтадым. Келесі сабақта кездескенше.